Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Абу Бандиттар деген кім екенін айтып беретін боламын. Ал кеттік. Абу Бандит темасы қазір танымалдығы болмаса да, осы видеосты шығарайын дедім. Барлығымыз тиктокта отыратын шығармыз, бірақ мен ол жақта қарақатын немесе Никонет секілді әтештерді көру үшін емес, тек рекомендациядағы қызық видеолар қарау үшін отырамын. Тиктокта қызық нәрсе өте көп, бірақ ең ыңғайлысы сол видеоларды тез скачтап достарыңызға немесе таныстарыңызға жіберу оңай. Инстада болса ондай плюстар жоқ, бірақ әрине әртүрлі приложениялармен болады, бұл бірақ не то. Және де жай вайндар көріп жатқанда жалғасы бір лошарский пабликта болады дейді. Окей, ол профильға кірсек, угадайте. Барабанный дроп. Әрине закрытый аккаунт. Бірақ видео олар туралы емес. Білетіндеріңіздей, тиктокта қазір өте көп адамдар отырады. Абу Бандит деген движенияны сіздерде байқаған шығарсыздар. Көргендеріңіздей бір адам екі қолын көтеріп, примерно хардбас пен тектониктің ортасындағы биді билейді. Кім темада емес, міне сендерге мысал. 1, 2, 3. Бұл би түрі қайдан басын алып келе жаттар, соны сіздерге айтатын боламын. Кейбіреулеріңіз уже білетін шығарсыздар. Бұл Абу движок Кавказ немесе Дагестаннан басын алып келе жатыр. Интернетте бұл Абу Бандитті солай айта берейік, кім бастаған іздедім. Сосын Молодежь Дагестана деген сайтқа кездестім. Ол жерде мен Абу Бакар деген адамның интервьюін көрдім. Және де ол өзін Абу Бандит қылып таныстырды. Бұл сайтта дәл осы адам бұл биді бастады делінген. Басында бұл движение жай ғана жақсы, безобидный болып жасалды, сол адамның айту бойынша. Енді білетіндеріңіздей, әр сондай затта тупой жалғасы болады. Яғни өте көп жасөспірімдер мен кішкентай балдар осы биді түсіріп, ұйқаспайтын херне жасай бастады. Инста мен тиктокта олар өздерін прям криминальный банда қылып таныстырып, соларға құсап қуа бастады. Олардың максимальный криминалы сабақтан кейін жай ғана мектеп сыртында төбелесу и болды. Қазір кейбіреулер ахуй болып тұрған шығар, қайдан ғанақ мынау танымал. Жарайды, адам билесін, онда ештеңесі жоқ, бірақ олар осындай кринждан банда құрып движение жасағысы келеді по типу ауе. Айтайын, бұл бандитский темаға ешқандай қатысы жоқ херня. Жалпы бізде не бар? Абу Бандит движение по типу тектоник. Бұл әртүрлі хренатин тез танымал болатын білдіреді. Жасөспірімдер әрине массово оны қайталайды. Сонда Абу Бандит темасы мемдерге дейін түсіп бәрі ұмытылып кетеді. Уже қазір болып атыр, байқағандар болса. Жалпы айтарым осы, видеоны лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Колокольчикті да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Чико, чау бабино. Бабау.